Фильм «Айдың көз жасы» атты аңыздағы ағаштан басталады. Бұл ағаштың жапырақтары кез келген ауруды емдейді, кез келген жараны жазады, және кез келген қарғысты бұзады. Көптеген экспедициялар ағашты іздеген, бірақ ешкімде оған жақындай алмаған. 16 ғасырда оңтүстік Америкадағы испан конкистадорларының әрекеттерде нәтижесіз болған. Олардың ішіндегі ең әйгілісі Дон Лопе де Агирре еді. Ол айдың көз жасының күшін иемденуді мақсат еткен. Бірақ бұған жету қиын еді, өйткені джунгле ағашты қорғайтын. Іздеу кезінде жараланған Агирре жергілікті тайпаның көмегімен ағаш жапырақтары арқылы емделіп сауығып кетеді. Ол тайпадан ағашты табуға көмектесетін қасиетті жебеушін сұрайды. Кейін тайпаға шабуыл жасайды. Бірақ джунгле өзін қорғап, Агирре мен оның адамдарын мәңгі өлмейтін, бірақ өзеннен ешқашан алыстай алмайтын қарғысқа ұшыратады. Қазіргі заман 1916 жыл. Доктор Лили Халтон және оның інісі Макгрегор ағылшын зерттеушілер қоғамына айдың көз жас туралы зерттеулерін таныстырады. Олар жапырақтардың медицинаға үлкен үлес қосатынын және соғыс күш-жігеріне көмектесетінін айтады. Лили әкесінен қалған жебе үшін көрсетеді. Ол ағашты табуға жол көрсетеді деп сенеді. Бірақ қоғам мүшелері ағашты аңыз деп санап, Лилиді білікті емес деп танып, өтінішін қабылдамайды. Лили інісін алдау үшін пайдаланып, жебе үшін ұрламақ болады. Ол дерлік сәтті болғанымен, неміс ақсүйегі принц Йоахим оны тоқтатады. Йоахимнің өзі де жебе үшін қалайды. Лили ұсталғанда, ол керемет жекпе-жек дағдыларын көрсетіп, қарсыластарын жеңеді. Соңында терезеден секіріп, чемоданды Йоахимге береді. Принц чемоданды ашқанда, ішіндегі жебе ұшының орнына ойыншық екенін көреді. Лилинің ақылды айласы. Ашуланған Йоахим ағылшын зерттеушілерінің көбін өлтіреді, өйткені олар оның атын дұрыс айтпайды. Оңтүстік Америкада Фрэнк Вольф туристерге джунгли өзенінде сапар ұйымдастырады. Ол өтірік әңгімелер айтып, әзілдер жасап, адамдарды қорқытады. Ол жасанды тайпа құрып, туристердің қайығын шабуылдайды. Содан кейін оларды құтқарып, ақша табады. Бұл ақша қайығының моторын алған қарызын өтеуге кетеді. Бірақ ақшасы жетпей, бизнесмен Нило моторды қайтарып алады. Фрэнк моторды ұрламақ болғанда, Лили оны ұстап алады. Фрэнк өзін Нило деп таныстырып, айдың көз жасы аңыз екенін, джунглидің қауіп-қатеріне Лили төтеп бере алмайтынын айтады. Бірақ жебе үшін көргенде, ол Лилиді төмен бағамен жалдайды. Нағыз Нило келгенде, Фрэнктің өтірігі ашылады. Дегенмен Лили оны жалдайды. Өйткені Фрэнк жагуардан батылықпен құтқарған сияқты болады. Кейін бұл да Фрэнктің қойылым екені, жагуар Проксима оның үй жануар екені белгілі болады. Қайықта Нило моторды қайтаруға тырысады. Ал Йоахимнің жалдамалары Лилиді ұстауға келеді. Фрэнк те жекпе-жекте шебер екенін көрсетіп, оларды жеңеді. Лили жануарларды жақсы көретін үшін қашудың орнына торларды ашады. Бірақ Фрэнк оны қайыққа отырғызады. Үшеуі джунглиге аттанады. Фрэнктің жүзе алмайтыны ашылады. Порттан шыға бере Йоахимнің неміс сүңгуір қайығы шабуыл жасайды. Пулеметтен оқ жаудырып, 2 торпеда атады. Фрэнктің батырлығының арқасында олар құтылады. Жолда азық-түлік тапшы Макгрегор дәретханаға барғанда жагуар шабуыл жасайды. Лили мен Макгрегор Фрэнкке сенімсіздік таныта бастайды. Йоахим жебе үшін ала алмағанына ашуланып, Агирренің тұтқындалған жерін табады. Ол қарғысты конкистадорларды, денелері тасқа, жыланға, ағаш тамырына айналған. Табады да келісім сынады. Өзенді бұру үшін жарылғыш сат қойып, оларды босатады. Ал олар жебе үшін табуға көмектеседі. Фрэнк қайықты шеберлікпен тез ағынды өзенде басқарады. Бірақ кенет сарқырамаға тап болады. Ол мотордың толық күшін пайдаланып, қайықты кері бұрып құтқарады. Түніп келе жатқанда Макгрегор Фрэнкке отбасының оны гомосексуалдығы үшін дерлік бастатқанын, бірақ Лилидің әрқашан қасында болғанын айтады. Лили Фрэнктің бөлмесін бұзып кіріп, ондағы заманауи өнертабыстардың сызбаларын, жебе ұштары мен айдың көз жасы туралы зерттеулерді көреді. Ол Фрэнкті ағашты өзі үшін іздеп жүр деп айыптайды. Фрэнк ағашты табу мүмкін емес деп, іздеуді әлде қашан тоқтатқанын айтады. Кенет уланған жебелермен ұйықтатылады. Оларды каннибалдар тайпасы ұстайды. Лили жебе үшін беруден бас тартады. Бірақ бұл да Фрэнктің дос тайпамен бірлескен қойылымы екені ашылады. Лили ашуланып, Фрэнктің келісімін тоқтата алмағанын кешірмейді. Бірақ тайпа көсемімен және саудагер Семнің көмегімен жебе үшіндағы жазуды шешеді. Ағаш қан лунасында ғана гүлдейді. Лили қалған жолды жалғыз жалғастырмақ болады. Өйткені Фрэнкке сенбейді. Конкистадорлар шабуыл жасап, жебе үшін тартып алады. Фрэнк оны қайтарып беріп, кеудесіне қылыш тиіп өледі.
Лили өзеннен қашады. Таңертең Фрэнктің тірі екені белгілі болады. Ол өзінің шын аты Франсиско екенін, қарғысты конкистадор екенін айтады. Ол мәңгі өлмейді және өзеннен алыстай алмайды. Фрэнк өз тарихын баяндайды. Іздеу алғашында көсемнің ауру қызын құтқару үшін асыл мақсат болған. Бірақ испандар тайпаға шабуыл жасағанда Франсиско жергілікті халықты қорғап, апасыздық үшін кеудесіне қанжар жеген. Агирре оны өзеннен алыс үңгірге қамап кеткен. Франсиско 400 жыл бойы ағашты іздеген, бірақ жебеуші болмаған соң таба алмаған. Осы уақытта ол қайығын жасап, ауыл салып, туристік сапарлар ұйымдастырған. Лили мен Фрэнк ағашқа соңғы жолға шығады. Жараланған Макгрегор саудагер Семмен артта қалады. Йоахим Макгрегорды ұстап алып, ағаштың орнын сұрайды. Сем қашып кетеді, өйткені Макгрегордың үздіксіз әңгімесінен шаршаған. Йоахим Макгрегорды Семнің дос тайпасын өлтірем деп қорқытып, көмекке мәжбүрлейді. Лили Фрэнкке жаңа көзбен қарай бастайды. Ол 400 жыл өмір сүргенін біліп, көп сұрақ қояды. Фрэнк қарғысын бұзса, мәңгі тынығатынын айтады. Лили оған джунглиден тыс әлемді көрмегенін, бұл жеткіліксіз екенін айтады. Олар су астында жүзіп, суды тасқа айналдыратын механизмді бұрып, судың деңгейін түсіреді де, жоғалған орынды ашады. Бірақ Йоахим Макгрегорды қарудың ұшын алып келіп, жебе ұшын талап етеді. Қан лумасында барлығы Лили, Фрэнк, немістер, испандар ағашқа жиналады. Ағаш гүлдей бастайды. Лили мен Фрэнк Йоахимді алдап, Фрэнктің өлімін қойлымдайды. Луна тез батады. Олар бір ғана жапырақты үлгереді. Фрэнк испандарды өзімен бірге тайықты өзенге соғып, өзін және оларды тасқа айналдырады. Макгрегор батылдық танытып, Йоахимді өлтіреді. Лили жапырақты пайдаланып, Фрэнкті тірілтіп, қарғысын бұзады. Бірақ луна жарығының өзгеруіне байланысты, Лилидің зерттеулеріне тағы бір жапырақ қалады. Фильм Лилидің Фрэнкті жүзуге үйретіп, онымен бірге әлемді аралауға дайындалуымен аяқталады. Фрэнк әлемде әлі көп нәрсе бар екенін түсініп, жаңа өмір бастайды.